Ассаламалейкум ағайын. Бүгінгі қиссамыз қабырға хикаясы. Бір ауруханада екі қарт жатыпты. Екеуінің науқастары бір болғандықтан бір бөлмеге жайғастырылады. Тек біреуі терезенің жанында, екіншісі есіктің дәл қасында жатады. Терезе жанындағы қарт күн сайын есік тұсындағы қарияға сырттағы тыныс тіршілік туралы айтып отырады. Бүгін теңіз бір қалыпты. Аздап жел соғып тұр. Өйткені ана ұзақтағы кеменің желкені желбіреп тұр. Теңіз жағалауында шағалалар ұшып тұр деп айтып отырады. Осылайша күндер өте береді. Күндердің бірінде әлгі терезе жанындағы ақсақалдың жүрегі ұстап нашарлап қалады. Әдетте бөлмедегі қоңырау түймесін баса қалса, дәрігер жетіп келетін. Ал бүгін қасындағы қарт дәрігерді шақыртатын түймені баспады. Өйткені терезеден дүниені өзі көре алмай, тек көршісін тыңдаумен ғана шектеліп жататын. Сол есіне түсті ме, шайтанның сөзіне еріп, қоңыраудың түймесін басуға құнт таныта қоймайды. Осылайша ол досын жазықсыздан жазықсыз өлімге қиды да жіберді. Келесі күні дәрігерлер есіктегі кісіні терезенің жанындағы босаған орынға ауыстыратын болды. Осы күнге дейін тыңдауды ғана місе тұтқан адамның қуанышы қойнына сыймайды. Енді табиғаттың сан қырлы нақыштарын өз көзімен көріп жататын болды. Орнына жайғаса салып, басын көтеріп, терезеге асыға мойын созып еді. Арғы жақта қара қабырғадан басқа еш нәрсе көрінбеді.